Ассалаумалейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен салмасына құрма салып дайындалатын жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет. Сары майдың үстінен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бірнеше ас қасық қант, бір дана жұмыртқа және де қаймақ салатын боламыз. Қаймақ болмаса, орнын сүтпен алмастырсаңыздар болады. Осы заттарымызды жақсылап шанышқының көмегімен араластырып алатын боламыз. Араласқан массамыздың үстінен електен өткізілген ұнды және де қопсытқышымызды салып, қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Дайын қамырды 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып алыңыздар. Осы аралықта жуылған құрмаларымызды сүйегінен ажырататын боламыз. Мен қораптағы осындай тәп-тәтті құрмаларды пайдаландым. Сіздер өздеріңіз ұнатқан құрманы немесе шоколадты пайдаланып жасасаңыздар да болады. Дайын қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қолымызбен осылай кішкене жайып, ортасына салмасын салып, жақсылап жабыстырамыз. Қолымызбен дөңгелек пішіндегі печеньелерімізді жасаймыз. Дайын печеньелерімізді пергамент немесе фольга төселген қағазға орналастырып, 380 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында дәл осындай қалыпқа енгенше пісіріп аламыз. Асты да үсті де жақсы қызарып пісетін болады. Өз қалауларыңыз бойынша бетін қант ұнтағымен немесе шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Қант ұнтағымен, бірақ дәмі бәрібірде ерекше шығады. Дайын печеньелерімізді тәрелкемізге орналастырып, дастарханға ұсына берсек болады. Сіздерге бұл рецепт ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаларыңызға аз болсын. Видеоны лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнамда жаңа жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Тіркеліп те қойыңыздар.